Ешмұхамбетова Ремиза Аманбекқызы 2013 жылдың қазан айының Дайыр аудандық округінің әкімі аппаратында жетекші маман болып қабылданған. 2015 жылдан бастап бас маман болып күні күнге дейін қызмет атқарып келеді. Әдем осындай қысқа мерзімде өзін жақсы жағынан көрсете білді. Жұмысқа деген ынтасы зор, берілген тапсырманы уақытылы, сапалы, жауапкершілікпен атқарады. Ұжымда қызметкерлер арасында беделі зор қызметкер. Мемлекеттік қызметтің беделін көтеру және де мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру мақсатында Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі атты республикалық конкурс жыл сайын ұйымдастырылып келеді. Былтырғы жылы, яғни 2017 жылы конкурс жеңімпаздарын президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының өзі ресми түрде қабылдап, марапаттаған теледидардан көргенде өзімде іштей қандай қызметкерлер алады екен осындай төсбелгіні деген бір ой қалыптасқан болатын. Биылғы жылы Зайсан ауданы әкімі аппаратының ұсынуымен өзім де осы аталмыш конкурсқа қатыстым. Алғашқыда бұндай дәрежеге жетемін деп ойламаппын. Себебі республика бойынша 450 үміткер қатысып, соның ішінде ауылдық жердің мемлекеттік қызметшілері осындай республикалық дәрежеге жетіп, жеңімпаз атануға мүмкіндігі болар ма екен деген үмітпен күтіп қатар жүрді. Республикалық конкурстық комиссия мүшелері жоғары лауазымды қызметкерлер болғанына қарамастан өте қарапайым және де сенім барлығы бірдей үйіп тыңдаған кезде өз-өзіне деген сенімділік пайда болады екен. Сонымен қатар осы конкурс ұйымдастырылған орны да сондай тамаша, жанға жайлы. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметкері атанғаныма қуаныштымын. Сен де бір кірпіш дүниеде кетігін тапта бар қылан демекші, менің де еліміздің өсіп өркендеуіне үлесім тисе деймін. Мемлекеттік қызметшінің басты міндеті туған отаны мен халқына адал қызмет ету.